Тіл адамзат қоғамының белгілі бір кезеңде туып, заңды түрде дамыған семантикалық жүйе. Оның ең басты қызметі ақпарат хабарларды жасауы, сақтауымен және оларды таратумен байланысты. Менің ана тілім шексіз бай, шырайлы, тегеуріні мықты тіл. Өйткені өмірдің алмастай қырын, абзал сырын түсіне білуіме басты себепкер осы ана тілім. Мынау жарық дүниеге келгеннен бастап анамның әлдиімен бойыма сіңіріп келе жатқан тілім мен үшін ең қастерлі, ең қымбат тіл. Қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Сонымен қатар Ресей, Өзбекстан, Қытай, Моңғолия және тағы басқа елдерде тұратын қазақтардың ана тілі. Қазақ тілі түркі тілдерінің қыпшақ тобына, соның ішінде қарақалпақ, ноғай, қарашай тілдерімен бірге қыпшақ-ноғай тармағына жатады. Сонымен қатар қырғыз, татар, башқұрт, қарашай, балқар, құмық, қарайым, қырым-татар тілдеріне жақын. Менің тілім ол менің басты байлығым, және менің ойымша әр қазақ өз тілін құрмет тұтып, өз тілін құрметтеп, мейлінше сол тілде ғана сөйлеуді дұрыс деп санаймын. Себебі сол кезде ғана біздің тілді барлық әлем білетін болады, және біздің тілде көптеген ұлт өкілдері сөйлей алатын болады. Егер біз өз тілімізді бағыштайтын болсақ, оны ұстанатын адамдар да көп болады. Мен өз тіліме мақтанамын және барлықтарыңды таза қазақ тілінде сөйлеуге шақырамын.